Сәлем бердік балалар. Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Менің сабағым көрден алдын каналыма тіркеліп алыңыздар балалар. Қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Менің каналымда қазақ тілі және математика сабақтары жүргізіледі. 2-ші және 3-ші сыныпқа арналған. Бүгінгі сабағымыз 124-ші сабақ, 22-ші жаттығу. Өлең мазмұнын тақырыбына қарап болжа, сонан соң өлеңді тыңда депті. Жеңіс күні алтын тулар жермен ойнап, қуанышты ұлғайтамыз. Жеңіс күнін жылда тойлап, жеңіс әнін жылдайтамыз. Бабалардың айбынды үнін тыңдаймыз біз мақтанышпен. 9 мамыр күні тойдың күні тоқаш піскен. Бақыт сыйлап жатады әр күн, санамызға жарық берген. Әкелері аталардың бұл жеңісті алып келген. Қуантады ән сәп жұртты, келе берсін бақыт таңы. Жеңіс күнің құтты болсын, батырлардың ұрпақтары деп осылай өлеңді оқимыз балалар. Одан кейін бізге тапсырма берілген мінеке. Осылай тапсырмалар берілген екен. Жеңіс күні қашан тойланады? Жеңіс күні 9 мамырда тойланады. Жеңіс күніне кімдердің арқасында жеттік? Екінші сұрақтың жауабы: жеңіс күніне ата-бабаларымыздың, апаларымыздың батырлығы арқылы жеттік. Үшіншісі сұраққа: қалай ойлайсың, өлең авторы бізді неліктен батырлардың ұрпақтары деп атады? Өйткені біздің ата-аларымыз батыр, ер жүрек, намысшыл болған, сондықтан біз олардың ұрпақтары, батырлардың ұрпақтары деп атаған. Өлең мазмұны бойынша әңгіме құрап жаз. Әңгімеңді лепті және сұраулы сөйлемдер пайдалан дейді. Бізге мынандай мен сөйлем құрастырдым. Ерлікке тағзым. Бұл жерде лепті белгісі, сұрау белгісі барлығы қатысқан сөйлемдер бар. Осылай жазып аласыздар балалар. Ерлікке тағзым. Немересі мен атасы саябақта қыдырып жүрді. Олар жеңіс ескерткішіне келгенде, немересі атасынан: бұл қандай ескерткіш деп сұрады. Атасы оған: балам, бұл ұлы отан соғысында қаза болған ата-апаларымыздың ескерткіші. Олар ерлікпен қаза тапты деп түсіндірді. Немересі масаттанып: алақай, мен батыр елдің ұрпағымын деп мақтанды. Атасы да: оның дұрыс балам деп күліп қарады. Осылай сөйлем құрастырамыз балалар. Бұл жерде лепті белгі және сұраулы белгісі қатысқан сөйлемдер жазып қойдым балалар. Келесі жаттығуымыз 23-ші жаттығу: өлеңнің қатесін түзеп жаз. Отан үшін от кешкен, өліммен де беттескен, омырауын оқ тескен, менің атам майдангер. Осылай қатесін түзеп жазып қойдым балалар. Келесі тапсырмамызда майдангер сөзіндегі дауыссыз дыбыстардың түрлерін ажырат. Бұл жерде дауыссыз дыбыстарды майдангер дегенде м, и, д, н, г, р әріптері. М дауыссыз үнді, и дауыссыз үнді, д дауыссыз ұяң, н дауыссыз үнді, г дауыссыз ұяң және р әрпі дауыссыз үнді болады екен балалар. Осылай көшіріп, дәптерлеріңе әдемілеп жазып қойыңыздар балалар. Келесі жаттығуымыз 24-ші жаттығу: мақалды оқып, мағынасын түсіндір дейді. Қаһарлы ел қамал бұзады. Қаһарлы деген сөз бұл ашулы, күшті ел барлығын жеңеді деген мағынада. Қақпасын ашады деген мағынада айтылған балалар. Қаһарлы деген сөз содан туындайды. Х және Х әріп дыбыстары сөзді ата, олардың айтылуы мен жазылуын есіңе түсір дейді. Х, Қ, Қ мен әрпі жазылу бөлек болғанымен, мысалы қатты Х және жұмсақ Х десек болады. Болғанымен айтылу ұқсас дыбыстар. Мысалы хат, хабар, қаһарлы деген сөздер. Осылай ұқсас сөздер, әріптер, дыбыстар екен балалар. Келесі жаттығуымыз 25-ші жаттығу: суретке қара. Суреттің тақырыбын анықта, сурет бойынша әңгіме құрап айт, мәтінге ат қой. Осы тақырыпқа қысқаша шығарма жаз дейді.
Мен балалар мінеке жазып қойдым. Мәтінді шығарма тақырыбын ардагерлерді ардақтайық деп атадым. Самат 9 мамыр жеңіс күні ардагер атасы мен атасының майдандастарына тағзым жасап, жеңіс ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Атасы майданге жолдастарын есіне алып, көзіне жас ерік берді. Самат атасының жанын түсініп, атасын жұбатпақ болды. Ол мектептегі қызықты оқиғаларын айтып, көңіл күйін көтергендей болды. Сонымен атасының көңіл күйін көтеріп, Самат жақсы көңіл күймен жеңіс күнін тойлап қайтыпты атасымен бірге. Сіздер де балалар, үйлеріңізде аталарыңыз, әжелеріңіз болса, 9 мамыр күні барлығын жеңіс күнімен құттықтап, гүл шоқтарын беріп, жүздерінен сүйіп қойды ұмытпаңыздар. Ата-бабаларымыз біздің ең ардақты жандарымыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.